Мен Абылай хан. 1711 жылы дүниеге келдім. 13 жасымда әке-шешемнен айырылып, әкемнің көмекшісінің арқасында жаудан әрең құтылдық. Ел ішінде өз атымды жасырып, Сабалақ деп аталдым. Төле бидің жылқысын бағып жүріп, өзіме бір ғана уәде бердім. Бір күні таққа отырып, жоңғарларды жерімізден қуып, халқыма қызмет етемін. Уақыт өтіп жатты. Мен жоңғарлармен кездесуді асыға күте бастадым. Жау келе жатқанын естідік. Бірақ бұл жолы мен Сабалақ емес, халқымның қорғаушысы едім. Шарышқа қарсы жекпе-жекте атамның рухын шақырып, Абылай деп айғаладым. Сол жеңістен кейін көптеген жорықтарға қатысып, ел аузында жүре бастадым. Біраздан кейін ел мені хан сайлады. Бірақ мен билікке емес, жауапкершілікке келдім. Себебі ханның жүгі халықтың тағдыры. Бір қолыммен найза ұстадым, бір қолыммен елді сақтадым. Ресей мен Қытайдың ортасында жүріп, қазақтың еркіндігін қорғадым. Міне осылай халқымызды біріктірдім.